Сәлем достар, бүгін өте жұмсақ болып шығатын балды торт дайындаймыз. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен тортымызға қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Жұмыртқа, шекер, бал, маргарин, қопсытқыш, чайный ложка сода және ұн. Ең алдымен жұмыртқамызды ақ уызынан сары уызын ажыратып аламыз. Мінекей, мен барлығын ажыратып алдым. Енді ақ уызымызды бірінші миксердің жай баяулығынан бастаймыз. Араға 1 минут салып жоғарылатып отырамыз. Осылай 10-15 минут көлемінде жұмыртқамыздың ағы әбден көпіршігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Мүмкіндігінше осындай пластмасс ыдысқа көпірткендеріңіз дұрыс, себебі сырлы ыдыстарда жұмыртқаның көпіруі қиындау болады. Пластмассқа осылай көпірткен кезде, пластмасс ыдысымызды төңкерген кезде ақ уызымыз түсіп кетпейтіндей қатып тұру керек. Мінекей, менікі почти дайын болып қалды. Енді осы көпірген үстінен шекерімізді саламыз. Жақсылап көпіртіп алдым. Үстінен шекерімізді салып, шекеріміз екеуі бір қалыпқа түскенше, шекерімізді де 5 минут көлемінде жақсылап араластырдым. Енді осының үстінен жаңағы алып қойған сары уызымызды араластырамыз. Сары уызды көп араластырып қажет емес. 3-4 минут көлемінде араластырсаңыз жеткілікті. Бір келкі болғанша араластырамыз. Осылай араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін енді ұнымызды шетке қойып, тостаған алып, тостағанымызға балымызды құямыз. Мен барлық қажетті заттардың мөлшерін төменде описанияға жазып өттім. Сол жерден қарап жасай аласыздар. Енді осымызды қызып тұрған отқа қойып, осылай бір қалыпты араластырып тұру қажет. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, немесе аста жабысып қалуы мүмкін. Байқаңыздар, қатты ыстық болады, шашырап кетуі де мүмкін. Күйіп қалмаңыздар. Осылай қызарған кезде үстінен жаңағы маргаринімізді бөліп саламыз. Маргариннің үстінен жарты чайный ложка содамызды саламыз. Міне осылай әдемі реңді болды. Қанша көп қызартсаңыздар, сонша көп жақсы. Себебі осы әселді қызартқанымызға қарай біздің балды тортымыздың түсі де осылай болады. Мінекей, мен осылай қызарды. Енді осы ыстық күйінше қоспамызға құйып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей, мен жақсылап араластырып жатырмын. Енді ұнымызды алдын ала өлшеп дайындап алған ұнымызды үккіштен өткізіп, осылай араластырып аламыз. Барлығын бірден салып жүрмеңіздер. Ұнды 4-5 бөлікке бөліп салған дұрыс. Себебі біздің жаңағы басында көтерген жұмыртқамыздың көтерілмеуіне әсер етеді. Сол себепті ұнды үккіштен өткізіп 4-5 бөлікке бөліп салыңыздар. Барлығын бірден салсаңыздар, біздің тортымыз көтерілмей қалады. Мінекей, енді қоспамыз дайын болды. Мен осы қоспамызды 3 бірдей кесеге бірдей етіп бөліп алдым. Сіздер де өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа 3 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Мінекей, енді осы уақыт аралығында пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Мен начинкасына сүт және де ұн, шекер пайдаландым. Мінекей, мен кожаларым өте жұмсақ болып шықты. Шеттерін кесіп, бетіне сәндік үшін майдалап алдым. Ыстықтай кожаларыма кремімді жағамын. Осылай молынан салған дұрыс, себебі өте жұмсақ болады арасы. Міндетті түрде ыстықтай жағыңыздар. Тез сіңеді, әрі жұмсақ болып шығады. Осылай әрқайсы кожаларымды арасына жағып, енді үстіңгі бөлігіне жағамыз. Әсемдіктерін өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен осылай барлық шетіне сеуіп шықтым. Өте жұмсақ болды. Міндетті түрде жасағаннан кейін 1 сағат көлемінде
қойып қойыңыздар, крем сіңу үшін. Достар, менің арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып өтіңіздер. Қолдауларыңызға рахмет.